Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағы. Здравствуйте, дети. Урок казахского языка. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен не үйрендім». Тема нашего урока «Чему я научился». Ең алдымен сабақты бастамас бұрын сөздікті еске түсірейік. Давайте вспомним наши слова, которые мы проходили, ребята. День защиты детей. Балаларды қорғау күні. Колесо обозрения. Шолу шеңбері. Прятки. Жасырын бақ. Жарайсыңдар, балалар? Ары қарай. Летние игры. Жазғы ойындар. Группа. Топ. Скакалка. Секіргіш. Санаторий. Шипажай. Өте жақсы, балалар. Путешествие. Сапар. Река. Өзен. Гора. Тау. Өте жақсы, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Сөздікті еске түсірдік. Молодцы, ребята, мы вспомнили словарь. Енді тапсырмаға кезек берейік. Теперь переходим к заданиям. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қоюымыз қажет. Где многоеточие, мы должны ставить нужные слова. Балалар, жақсылап ойланайық. Жақсы, ойланып болсақ, жауабымызды тексерейік. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Жазда балалар тауға барады. Жазғы демалыста Әлібек балық аулайды. Жарайсыңдар, балалар, сендер сөздерді дұрыс қойды деген үміттемін. Молодцы, ребята, я надеюсь, что вы правильно ставили нужные слова. Ары қарай. Бұл тапсырмада тірек сөздерді пайдаланып, маған ұнайтын мерекелер деген тақырыпта мәтін құрамыз қажет. В этом задании с ключевыми словами мы должны составить маленький текст. Текст называется «Праздник, который ему не нравится». Балалар, тірек сөздерімізді ең алдымен оқимыз. Көктемде, мереке, құттықта, шеру, жеңіс күні, думан, бірлік күні, тойлау. Балалар, байқаған боласыңдар, е? Бұл жерде болған сөздеріміздің барлығы біз өткенбіз. Ребята, вы заметили, да, что все слова мы недавно проходили. Енді мәтін құрауымыз үшін ең алдымен жақсылап ойлануымыз қажет. Хорошо подумайте. Жақсы, балалар, егер ойланып болсақ, сөйлемдерімізді оқиық. Көктем мезгілінде мереке көп. Олар Наурыз мейрамы, бірлік күні, ұландар күні, жеңіс күні. Біз мерекеде бір-бірімізді құттықтап сыйлық береміз. Мереке күндері алаңда шеру өткізіледі. Адамдар ән салады, би билейді. Біз мерекені тойлаймыз. Балалар, сендер барлық сөзді қолданды деп үміттенемін. Ребята, я надеюсь, что вы все ключевые слова включили в ваш текст. Білгенге маржан. Мақал мәтел. Пословицы. Ел іші алтын бесік. Ребята, запомните эту пословицу. Осымен менің сабағым аяқталды. Сау болыңыздар, балалар. На этом у меня урок заканчивается. До свидания, ребята.